Басымызға бақ қонған алла қалап, бақыттыны бағаласаң ол да ғажап. Аспан астын жер үстін тойғып жүрген ассалаумағалейкум арда қазақ деп сіздерге сәлем бердім ағайын. Ал олай болса, бүгін Асылхан ағам мен Назым жеңгемнің шаңырағында дүбірлі тойдың дабылы қағылды. Ақ түйенің қарны жарылды деуге болады. Бүгін міне көп жылдар бойы армандаған мың жылдық құдаларымыз шымылдықтың ар жақ бетінде күтіп тұр. Ендеше барлығымыз қошеметпен ортаға шақырайық. Құдаларымызды той төріне шақырайық. Келіңіздер құдалар. Асылхан ағам мен Назым жеңгемнің шаңырағына келген мың жылдық құдаларымыз, қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Асылхан аға, келіңіздер, келіңіздер. Аға келіңіз, апа келіңіз. Аман сәлем кәлі құдағиларыңызбен. Жақындаңыздар, ұялмаңыздар. Құдаларыңызбен қауышыңыздар, құдағиларыңызбен қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум ақсақалдар. Иілмеген дауылға сен біремен. Бармысың жайсан бүгін ағаларым отбасының тіреуін сендіреген. Ағама серік болған жеңгелерім алай ұрпақ өмірге келді сенен. Аналарға сәлем бердім ақ жаулығы Абылайдың ақ туындай желбіреген. Қашан көрсең дастарханы жиылмаған, бір алладан басқасына сыйынбаған. Мынау Асылхан ағам мен Назым жеңгемнің шаңырағы шаттыққа бөленіп, тұмсықтыға шоқыттырмай, қанаттыға қақтырмай, бағып қағып өсірген қызын ата салт дәстүрімен өз жұртына аттандырғалы отырмыз. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді. Әке мен ананың текті тәрбиесін алған қыздарыңыз барған жерін бақытты қылсын деген келеді. Қыз қызылгүл бақшадағы күн нұрымен құлпырар. Көрсе кенет әркімдағы гүлді алуға ұмтылар. Бірақ қызылгүлдер көп қой, қайсы бірін аларсың, көрінгенін жұлып кетпей таңдап бірін табарсың дейді. Ендеше сол біздің қып-қызыл гүлімізге көзін салған, содан кейін сөзін салған, арманның ақ кемесін желбіретіп, махаббаттың пәк сезімін мөлдіретіп келіп тұрған күйеуді қарсы алайық ағайын қошеметпен. Пайғамбар да күйеу баласын сыйраған дейді. Қошеметпен той төріне күйеу баланы шақырамыз. Өз жұрты нағаш жұрты, енді міне үшінші жұртың қайын жұртыңа кеп түсің. Ендеше бір сәлемдеп қойшы қайын жұртыңа. Ай бәрекелді. Бәрекелді. Қошеметтек қояқ, міне айдай сұлу қызымыз да той төріне келді. Қошемет, шапалақ кәне. Өзінің сүйікті гүлін де келіпті. Ал енді ардақты ағайындар, міне той иесі төрімізде. Бүгін осы кісінің шашбауын көтеріп барықтарыңыз қуанышына ортақ болып келіп жатсыздар. Қадамдарыңызға гүл бүтсін деймін. Ал енді қарап тұрсам, мына тойда кәрі де бар, жас бар, дастархан бар, ас бар. Шынын айтайын ағайын, примерінде осындай жоспар. Ұзатылғанда жастар болмау керек мастар. Содан кейін жарты сағат сөйлемей қысқа болу керек тостар. Кейбір ағаларымыз мен дұрыс тілек айта алмадым деп ренжісін, Асылхан ағамы кеп бастар. Бірақ ағам айтты, тамада бала, тойды өзің басқар. Потому что он устал, 5 дней не спал, продукты таскал, ресторан достал. Міне осындай бүгін біздің жоспар деп бір қошеметтек қояқ ағайындар. Жегенің алдыңда, жемегенің артыңда. Мысалы мына орысқа қонақ болсаң салыр жейсің, мүңкітіп әкеледі арақ жейсің. Қытайға қонақ болсаң шаян жейсің, шаян ұнатпасаң таяқ жейсің. Корейске қонақ болсаң итін жейсің, кәдімгі қой секілді үйтіп жейсің. Арабқа қонақ болсаң халал жейсің, өзбекке қонақ болсаң палау жейсің. Ал енді қазаққа қонақ болсаң, пожалуйста, не жейм дейсің, соның бәрін жейсің. Тауық жейсің, балық жейсің, төрт аяғын шауып жейсің, қойдың сүйегін қағып жейсің, ішіндегі миын шағып жейсің. Тойымызға келіп отырған бір топ құдаларымызды
той төрімізге шақырайық. Қош келдің Құдай қосқан құдаларым, төрімде не десең де құбаламын. Bir жүріп, бірге тұрып қызықтайық, өмірдің енді қалған нұр алабын дейді. Олай болса, бүгінгі осы әулетке қыз алуға келіп отырған құдаларымызды той төріне шақырайық ағайындар. Келіңіздер. Бәрекелді ағайындар. Мынау екі арна қосылды, аяғы теңіз болғай. Баудағы ойнаған қос құлыншақтарыңыз бір ноқтаға бас сұқты, аяғы 8 болғай деймін. Ендеше, мынау айтылған тілек періштенің құлағына шалынсын. Қане келіңіздер, құдаларыңыздың ортасында тұрып бір суретке түсіп алыңыздаршы. Бүкіл құдаларыңыздың ортасында. Естелік, бүгінгі бақытты күннен естелік болсын дейміз. Ағайындар, біз ортаға бүгінгі осы тойға арнай асылған қазақтың үлкен асы етіміз әзір болыпты. Ет алдырып алайық, содан кейін тойымыз арғай жалғасады. Ендеше ортаға ет әкелінсін. Бұл етті жеген дарманда, жемеген дарманда, жет судың жемін жеген, шудың шөбін жеген. Қазақ айтады, әнсіз асың дәмсіз, әнсіз тойың мәнсіз деген. Ендеше шаңырақтан ән кетпесін, дастарханнан дәм кетпесін деп сіздерге үкілі бұрайдың шалқымасын орындап берейін. Өлеңмен болдым таныс, оймен қырғай, ой құлақ салып қалаяға әнім тыңлау. Біреуге айдай алмасай, малды беріп молы қылған ән өлеңмен ауе. Мені жырға уай гигигай, 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 гигигау, гәккукау. Өлеңмен талай жерде ой тегістедім, ой қадір білме жаманмен келіспедім. Атығай қарауыл мен ай, керей уақ, сен бір алуа, мен бір тауа. Жемістерді май, гигигай, 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 гигигау, гәккукау, халала кулай, гигигай. Körükede üyangen, köngüldege kardı kezgen kıyalen. Sol bürünsüz janarına şan söyle, terligimde nor künümde kıyarem. Sol bürünsüz janarına şan söyle, terligimde nor künümde kıyarem. Özümne derilde de sen bede, men
Azgıdau tüsümdегі көргені Ne uyattın, ne uyandım tım erте Azgıdau tüsümdегі көргені Қалада, қай ауылда жүрсің сен Көздерімнен жас болып шықтың жыласам Қай қалада, қай ауылда жүрсің сен Қай қалада, қай ауылда жүрсің сен Қай қалада, қай ауылда жүрсің сен Ал ендеше қазір музыка басталады, бастаймыз, соңынан бітеміз. Маэстро, кеттік ал. Ал өреміз кеттік әне. Ал кеттік әне, тез өреміз қыздар. Тез. Міне, бұлай істеңіздер, бұлай тұрыңыздар, міне. Ортадан, бұлай. Осылай. Астана жүре беріңіздер. Осылай жүре беріңіздер. Мына жақ біздің қызық өз өртті, сіз бұрамаңыз, болмайды ондай. Ондай болмайды, бұрауға болмайды. Есептелмейді, ол есептелмейді. Сіз бұрауға болмайды. Ойнағаннен дұрыстап ойнайық, бұндай болмайды бұрауға. Бұрауға болмайды. Тез. Ал, тез. Махаббат командасы әдемі өріп келе жатыр. Әдемі өріп жатыр, тез етеміз, көмектесіңіз сіз қыздар. Шапалақтарыңыз қайда? Біздің сәттілік командасына қошемет. Шапалақ кәне. Махаббат командасы әдемі келе жатыр, әдемі өріп. Тез етеміз. Тез қыздар. Кәне, тез. Осы, тез. Есіздер қарайыз. Артағына кіресіз. Ортасынан. Осылай тез. Ортасынан. Тез етеміз. Қыздар. Ой, шықыне, махаббат командасы билеп жүресей. Билеп өріп жатыр. Керемет. Сәттілік командасына. Махаббат командасына. Тез етеміз қыздар, тез. Стоп. Уже сәттілік командасы соғысы батыр уже бастарымен. Бұл кісілер өріп тастады уже. Бірақ бұл кісілердің, мен басында айтам, мен негізі шын айтам да, бұрап тастады да бас жағында. Содан кейін бұл кісілер алдыға шығып кетті. Бұралып жатыр міне, Жоқ, мына жақты қараңыздар, Енді апамыз бар ма ортамыздан? Bir апамыз шақырып. Апа, келіңіз кәне. Апалар, бір көріңізші, бағасын бересіз. Кім бар? Картаға тұрыңыздар. Кәне, міне, мына жер өрлігені көрінбей тұр да. Бұрап тастапсыздар. Біздің құдашаларды қараңыз. Похожи, бұл уже бұрымға ұқсайды. Келсестір ма? Енді құдаларды сыйлайық та кішкентай енді. Қадалып апты, жоқ біз
дейді. Мен ойлаған өтірік жеңіліп құдағаларға приз бере сала ма десек, жоқпыз біз дейді. Біз қонақ жай қалыппыз, расында да. Ендеше махаббат командасы жеңімпаз, қошеметтеп қойық ағайындар. Расында да. Міне расында да, әдемі өрілген. Расында қараңыздаршы, міне көрініп тұр, бәрекелді, керемет. Ағамыз бен жеңгеміз жастық шағын еске ал, ой шіркін айт, күшті биледіңіздер, рахмет. Ал не дейсіздер сіздер, қанша бал? Құдалар, ой шіркін, біздің құдалар добрый. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме, қосыды көйлек кимесе, қыздың сәні келеме, қосын барлық келеме, қантарасын денеге. Қара жорға болмаса, қойдың сәні келеме. Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар, қош жүректің шаттығын дәл осылай тойлаңдар. Қыз еді ымырайдың бауға диша, бұрылған белің нәзік, шіркін айталға диша. Нұржан мен Жансаяның, Алла тағалаңа бақытты да баянды ғұмырды нәсіп етсін. Амин. Амин айтыңыз келсін. Ал енді ардақ тағайындар, қазір мен жерде қыз ұзату рәсімі болады. Құдалар сіздер ат көліктеріңізді дайындап, келіндеріңізді анау есіктің ар жағынан күтіп аласыздар. Баласы 40 қадам үйден шықса да ақ батасымен шыққан. Және де атаңнан бота қалғанша бата қалсын деген. Бота бір жұт, бата мәңгі құт деген. Ендеше нағаш атасының батасымен шығарып салайық. Бағыңа сүйсініп таңдай қақшы, еліңе судайсың балдай батшы. Ақ бота, ал енді қош аман, жар болсын өзіңе жасаған. Күтіп тұр әнеки қосағың, күтіп тұр жанияң босаған. Жар болсын өзіңе жасаған.